Баланы жаңағыдай қазақтың рухы биік жырлармен тәрбиелеу, соның ішінде жаңағы батырлық жырларды оқытып, оларды тыңдатып, жаңағыдай тіптен жаттайтын болса, ол бала ертең мемлекеттік тұрғыдағы үлкен саясаткер болатындай мүмкіндігі болады. Көлемді үлкен жырлар кейде айтылмай тыс қалып жатады. Мен ойлаймын, оған да қоғамның кінәсі бар шығар, өйткені бұны тыңдайтын құлақ жоқ болып қалды. Бірақ Аллаға шүкір, сан мың ғасыр бойы төтеп беріп, осы қоғамның өзгеруіне, зобалаң өмірлеріне, қаншама қиындықтардың бәріне төтеп берген, қасқайып тұрған осы өнерпаздардың арқасында бұл өнер қайтадан тіріліп жатыр деп ойлаймын мен. Ал дәл қазір сіздердің осы алып отырған жобаларыңыз, мынау аудан көлемінде, облыс көлемінде, ертеңгі республика көлеміндегі үлкен жүлдеменен жастарды қызықтыра отырып, мына дүниелерге жақындату, бұл үлкен данышпандық деп есептеймін мен.